Қызылорда қаласында қала тұрғыны тіс дәрігерін соққыға жықты. ТД клиникасында болған оқиға милиция қызметкерлерін аяққа тұрғызды. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен тісім демдетуген адам. Қызылордада көп жер тісім демделмағасын. Тоқмағанбетова 27-тегі ТД клиник деген клиникаға келгенмін ғой. Сонымен жақсы қарап отқан тісімді. Қатынта ертіп келгенмін ғой, тісіммен өтіп болғаннан кейін базарға барамыз дегеніміз бар еді. Сонымен тісімді емдеп отқан мына жерде. Сонымен отсос дейді, деп тартып алады, аузыңа жиналған суларды баяғыда жұлған кезде түкіріп ататын ек қой. Мына жақта жақсы екен, отсос дейді, деп тартып алады. Сөйтіп мен ыңқылдап атқаным бар. Сөйтіп ана қатыным дұрыс түсінбей атқан ғой енді. Жаман ойлар келіп атқан ғой. Бірден андай болып жатыр ма деп ойлап атқан ғой. Сонымен жылып жатыр. Ана қыз жақсы әп-әдемі емдеп атқан. Сонымен жылу ыңғайсыз болып жатыр ма? Ана қыз ыңғайсыз келіп тұр енді. Сонымен тұрдым да, қызым ау, ағаңмен жасты адаммын ғой, әкеңмен жасты адаммын, үстіме мініп жыла бер деп ем. Сонымен мініп жылып атқан, сонымен қиналып деп жатыр ем. Ана қатын кіріп келді да бас салып врач қызды ұрып, мен тұрып ажыратып жатыр, мен ұрып жатыр, қырып жатыр, жынды ғой ана қатын енді, білесіздер өздерің. Қайта мына ТД клиниктің главврачының адамгершілігі емдеп, қайттан тісім салып берейін деп жатыр, қатын ұрған кезде екі тісім сынып қалды ғой, қара. Екі тіс кетті бірден. Бірінші рет болып тұр бұндай жағдай. Стоматологда неше түрлі жағдайлар болатынын білесіздер, бірақ бұндай бірінші рет. Әйелімен екеуі шамалы төбелесіп қалған кезде екі тісін сындырып алған екен. Ущерб ретінде осы ТД клиник стоматологиясының атынан жаңа кісіге екі тіс салып беретін болдық. Енді әрі қарай отсос деген заттың атын басқаша атайтын боламыз. Венера Брекетова, Ақылтыс Планбаева, ПТК арнасы.